Қош келіпсіздер YouTube каналға. Жоғалтып алмас үшін тіркеліп лайк басып қойыңыздар. Саршаян соқиғыш күндік болжам шығаратын боламын. Саршаян 18 июнь не күтеді? Саршаян Скорпион. Саршаян Скорпион 18 июнь. Бұл общий расклад, жеке расклад ақылы өту үшін 747 460 56 78 номеріне WhatsApp-қа шығамыз. Саршаяндарды 18 июнь дейді. Мына жерде ара қатынас дейді. Күйеуіңізбен, жұбыңызбен, өз адамыңызбен той жиын, бір бас қосу, кездесу болуы мүмкін. Ұзақ уақыттан кейін немесе бірге күйеуі мен жұбайы мына тойға, жиынға барады дейді. Материальный көмек дейді. Ол үшін бір адамнан алу, кредит алу, ақша. Өткен шақтағы сол бір финанс мәселесі туралы бір адаммен кездесіп сөйлесу болады дейді. Бір адам сізге бір уәде беруі мүмкін, бірақ мына жерде бір орындамайды. Қомақты қаражат ақша. Сол бір мәселені шешуге қомақты қаражат ақша керек болады. И сол ойландырып тұр дейді, бірақ мына кедергі болып тұр. Бір адамның қолына қарап тұрсыз, бір адам арқылы шешіледі ол мәселені, дьявол. Бір адамның зависимый болып тұрсыз дейді. Сол қомақты қаражат керек, и сол адамның қолына. Сол бір адамға сенесіз, үміт артасыз, бірақ разочарование дейді, көңіл қалу. Әттей, мен ондай күтпеген едім, ондай болмаған еді ғой деп. Бір адамнан қарыз аласыз, кредит аласыз. Ол мына той жиын, қуанышты күн үшін. Кейбір адамдар жұптық ара қатынасып жүргенде мына жерде той түсіп тұр. Саршаяндар үшін. Шаян 18 июнь не күтеді? 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 Бұл общий расклад, жеке расклад, ақылы жеке раскладқа өту үшін WhatsApp профилде 747 460 56 78 WhatsApp номеріне шығасыз. Мына жерде көшу, бір шаршап жүргеніңіз, ауырсынып шаршап жүру, кейбір адамдарға көшу, болашақ туралы ойлайсыз, уайымдайсыз, қалай болуын, и денсаулыққа байланысты бір ауырып жүрген болса, мына восстановление жақсы, күш энергияның келуі. Отбасылық бір мәселелерде финанс мәселесін шешу керек болады дейді. Үшінші бір адамдар жақтан кедергі, отбасының мәселе болып тұрған сол финанс жағыны шешу. Балдарға қаражат жұмсау. Кездесу болады, бір әйел кісіге қатысты екі ойлы болып тұрса, шешім қабылдау керек болады дейді. Шешім қабылдау керек болады, әлі де оның уақыты келген жоқ, күту керек болады дейді. Пауза. Екі ой болып тұр. Сенермісің, сенбесіңізді білмей, шешім қабылдауға қиналып тұрсыз дейді. Ол сол бір әйел кісіге байланысты, и документация, қағаз, жұмыс, сол небір мәселелерге қатысты. Бұл общий расклад. Ой, айттым. Шаян. Енді соқиғышты көреміз,
Су құйғыш Водолей 18 июнь не күтеді? Су құйғыш Водолей 18 июнь не күтеді? Су құйғыш Водолей 18 июнь не күтеді? Су құйғыш Водолей 18 июнь не күтеді?